Сәлем, құрметті оқырмандарым. Менің каналым пайдалы ақпараттар мен әртүрлі рецепттерден тұрады. Тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Қазақша контентті бірге дамытайық. Бүгін біздегі пайдалы ақпараттың аты ол асқабақ тыква дейді. Ол асқабақтың көптеген пайдасы бар екенін көбісі біле бермеуі де мүмкін. Сондықтан бүгін таныс болайық. Қазақ дастарханында асқабақтан пісірілген тағамдар көп қойыла бермейді. Оның еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатынын, халық медицинасында бауыр ауруы емінің бірден бір шипасы асқабақ жеу екенін біле бермейтіндер де көп. Және де базарларда асқабақтың бағасы қымбат болғандықтан, оны күнделікті ас мәзірінде қолдану үшін сатып алушыларда аз. Жалпы асқабақ қандай өсімдік, қазақ жеріне ол қайдан әкелінді, оны қандай ауруларға пайдалануға болады, құрамында нендей дәрумендер бар, бұл жөнінде де нақты деректерді табу қиын. Асқабақ кукубита, асқабақ тұқымдасына жататын бір және көпшілік шөптесін. Қолдан өсірілетін өсімдік, уызсыз дәмді жеміс. Ол біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Мексикада, Перуде белгілі болып, 15 ғасырдың соңында Мысырға әкелінген. Асқабақ Қазақстанның барлық өңірлерінде, әсіресе оңтүстік аудандарында көбірек өсіріліп, тағамда мал азығында пайдаланылады. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі түрлері мен ірі асқабақтардың түрлері мен сорттары өсіріледі. Құрамында 18% құрғақ заттар, 10% сахароза, аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, дәнінде 40% май бар. Құрамында әртүрлі физиологиялық әсері бар кукурбитацин заты болады. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс жидектері мен көкөністерге қарағанда дәруменділігі өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, РР ағзадағы зат алмасу жеделдететін, Т және қанның июін ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем, көру нашарлағанда, қан аздық, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып зат алмасуды тұрақтандырады. Ауа райы мен топырақтың жағдайын талғамай өсетін болғандықтан, өсіргенде химиялық препараттарды қолданбайды. Өз күшімен өседі. Дәрігерлер қауымы жүрек әлсіздігінен жүдегендерге ем ретінде асқабақтың жұмсақ майегін отқа немесе суға күйген науқастарға жарасына таңуға болатынын айтады. Асқабақтың несеп жүргізетін, ыстықты түсіретін қасиеттері белгілі. Жүрек қан тамыр аурулары, гипертония, зат алмасудың қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам ретінде ұсынылған. Асқабақ дәні балмен араластырып жеп, ішек құрттарын түсіру үшін пайдаланылады. Бүйрек, бауыр ауырған кезде күніне 1 стакан шырынын ішу керек. Шырынын, яғни сөлін жаңа пайдаланған күйінде ғана ішеді. Өйткені үйде сақталуы қиын. Минералды тұздар мен дәрумендерге бай асқабақ дәндерінің құрамында ақуыздар, омега-3 қанықтырылмаған май қышқылдары, селен, магний, мырыш, С, В тобының дәрумендері де жеткілікті. Несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеу көмегі зор. Несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдап, паразиттерді құртатын асқабақтың өзі. Құрамында жасанды талшықтың, судың көп мөлшерінің арқасында асқабақты арықтауға болатын емі де бар. Асқорыту үдерістерін тездетеді, уыттардан тазарады. Денсаулыққа пайдалы табиғи өсімдік майларының бірі асқабақ майы. 90%-ға жуық қанықпаған майларды 60%-ға дейін линольдік қышқылдан және 15% шамасында линолин қышқылынан тұрады. Омега-3, омега-6 май қышқылдарына бай. Асқабақ майы қуырылған асқабақтың дәнінен сығып алынады. Қошқыл жасыл немес қою қоңыр түсі бар, өткір хош иісті тәтті дәмі бар. Биологиялық белсенді зат ретінде қолданылады. Құрамында май қышқылдары палмитин, стерин, олеин, линол, стирин қышқылдары, фосфолипидтер, каротиноидтар, дәрумендер мен микроэлементтер бар. Асқабақтың бірнеше пайдасын тоқталып өтсек.
Асқабақ шырынын балға қосып, жатар алдында ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, ұйқы дәрісі секілді әсер етіп тыныш ұйықтайсыз. Жүкті әйелдердің жүрегінің айналанын асқабақ шырыны басады. Ағза жүдегенде, әлсіздік кезде асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жейді. Асқазан ішек жолдары асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе дайындап ішіңіз. Бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан шырыны немесе қайнатылғанын жейді. Терідегі қышыма, есек жем шыққанда, не болмаса күйік шалғанда, үккіштен өткен мәйегінен компресс жасайды. Сарылу дертінде 4 ай қатарынан үзбей мәйегін жеу керек. Бауырға өте жақсы, әрі қызметі жақсарады, әрі пайдалы. Ішектегі құрт дертінде асқабақты алып, дәні мен мәйегін ойып алып, жылы су құяды. Жарты сағат беті жабық ыдыстың ішінде болуы керек. Дайын кезде тұнбадан күніне 4 реттен астам 20 минут бұрын жарты стакан ішеді. 20 күн. Бір айдан кейін қайтадан жалғасы. Ішектегі паразиттің ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін аш қарынға жейді. 7 шақты дәнді езіп сүтпен ішеді. Простатит кезінде 0,5 кг, яғни 0,5 кг тазаланған асқабақ дәнін шекісін ет тартқыштан өткізіп, 1 стакан балмен араластырып жеу керек. 10 шақтысын банкаға салып, қалған тоңазтқышқа сақтайды. Күніне 1 рет аш қарынға 30 минут бұрын жейді. Емді жылына 1 рет ғана жасайды. Көп жеу жүректі нашарлатып жүреді. Ұйқысыздық болғанда қайнатылған, боға піскен асқабақ мәйегінен ботқа дайындап, күніне 2 рет 50 грамм ішеді. Жатар алдында қайнатпасына бал қосып, 3 стаканнан кәдеге жаратады. Екінші жағдайда 20 бадам жаңғағына 1 шай қасық асқабақ дәнегін қосып, үстіне қайнаған су құйып 8 сағат тұндырады. Кешке таман ішу керек.